Saat 12 күн деген ысып тұр. Қатты ыстық. Мен жаяу кетіп бара жатырмын. Яғындай де. Зданияларға қарап. Камерун флага. Мынау барлар, кстати. Мне кажется, мектеп балаларын да ұшып отыр. Такси. $2500 қайтарып берді. Total 7500 болды. Шаурма, твистер, сок. Осы кафешканың алдында негізі охранник жоқ болатын ескіде. Потом қазір охранник болып қойды, потому что кафешкаға келсең қайыр сұрайтындар көбейіп кетті да, и солар мешать етпесін деп охранник қойып қойды. Кешке тұрады охранник, күндіз жоқ сияқты. Жалпы күндізде адамдар аз екен. Түнде көп болады. Әрине қараңдар қалай басына көтеріп алған. Бүкіл нәрсені басына көтеріп жүреді. No. Ne 8.000 abi? Ne 8.000 taksiye 8.000 gitti abi? Abi abi. Tamam ben geçecektim mi? Tamam. Siz sadece arıyorum ya. Bunlar da sadece söylüyorsun ya. Biz gel aramızda.
Камерундуктар өздерінің қателерінде өздері оқымайды ғой. Ошибка не учится деген қалай. Әр жылы сезон осындай жауын маусымын бастаған кезде көл болады, себебі каналlarda бүкіл жерді мусорға толтырып тастайды. И каждый раз так страдают. Я не знаю. Ең өкініштісі бұл тура біздің үйге алды. Жаяу шыға алмайсың, не кіре алмайсың, машинамен ғана өту керек. Және осы су мына жердегі каналға кетеді, ар жақта лашықтарда өмір сүретін адамдарды су басып қалады. Мен осыны түсіне алмадым. Ал жауын маусымы 8-9 айға дейін созылады ғой. Күніге осындай болады енді. Жаңа ғана қатты жаңбыр жауды. Сосын осындай жағдай. Пробки. Оқушыларға обал. Екінші күні міне су кетті, бірақ жолдың халіне қараңдар. Не деген сұмдық. Не жаяу жүріп шыға алмайсың, не кіре алмайсың.